күйөөбүздүн конагы Калымбай мырза. Осыдан бірнеше жыл алдын сіз осындағы Ерлан мырзамыздың тойында қошақан ұтып алған екенсіз. Соны осы көпшілікке арнайы осыны семізді өсіріп болған соң арнайы қуырдаққа шақырам деген екенсіз. Сол мәселені бүгін қозғайтын боламыз. Ал ендеше таяқты өзіңізге ұсынайын. Қойыңыз қайда? Қошақан қой болған шығар. Қошақан қой болды. Сол қойдан кейін ана қой болды. Өздеріңіз барып тұрсыздар ма? Қашаннан білесіз? Тамаша бәрекелді. Шақырған жоқ, сондықтан да бір қошеметті қойыңыздар. Осы мәселені бүгін түйін шешетін боламыз. Сондықтан арнайы біздер осы ортамызға психолог ханымды шақырған болатынбыз. Ендеше күн таяқты осы психолог ханымға ұсынайын. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, енді психологиялық тұрғыдан алғанда енді Калымбай мырзаның сол кездегі уәде еткен қошақаны сол кезде бекер қойған екен. Енді зачем соны қайталап қызғалап той болма қошақан болма деген. Енді бұл кісінің түріне жауап беріп жатқан сөзіне психологиялық түрден қарайтын болса, Калымбай мырзаға психологиялық түрден қарайтын болса, бұл жігіт негізі кім қина төлеп берген? Бұл өтірікші емес. Негізі уәде береді, бірақ орнай алмай қалады. Сондай енді. Оның бірнеше себептері болуы мүмкін. Үйінің жағдайы, келіншегінің жағдайы деген сияқты. Негізі Калымбай мырза өздеріңізден шыға алмайдағаныңыз дұрыс болмады еді. Мен бұл жеке ойым енді. Рахмет, біз сізді түсіндік. Біздер арнайы осында психолог ханымды шақырған боламыз. Ал ендеше біздер арнайы редакторымыз сонда осыны жолға шығарған боламыз. Ендеше осында Фариза ханымды шақырайық. Арнайы біздің барып келген тележүргізушіміз. Қошеметтеп қойыңыздар. Фариза ханым барып мән-жайды өзіңіз көзбен көріп келген болатынсыз. Ендеше бір сәт сол жоба туралы айтып берсеңіз. Армысыздар Дилан ханым, мен осы қошақан қозы болды ма деген тақырыпта, қой болды ма деген тақырыпта астарын ақтыра отырып, Калымбай мырзаны таппадым. Үйіне барып қошақандағы қойларын көрдім, құдығына бардым, сонымен көршілерінен сұрадым. Қазір барлығын айқындап көрсетіп береміз. Тамаша, ендеше тағы да экранға назар аударыңыздар. Біздер міне Калымбай мырзаның үйіне барып, жан-жақты көршілеріне сұраған болатынбыз. Мұнда көршісі жүр, оң қабатта көршісі тұрайық. Саламатсыздар. Сіз Калымбай мырзаның көршісіз бе? Калымбай мырзаның үйіндегі қошақанды қолдарыңызбен көресіз бе? Маза бермей осы тыныштық бермейлер осы. Ол жақтың бұл сатып жүрген бар, шықпай, сұхбатыңызға мәліметіңізге рахмет. Біз қошақан Калымбай мырзаның өзі қошақан ұтып алған. Қошақанды қой болатын кез болды. Істеп келген еді. Бірақ қорасына да таппай, деген сұхбат алып. Рахмет. Бір қошеметтеп қойыңыздар шыған екен. Ал енді біздер осы Калымбай мырза өзгелердің барын шақырам деп, бірақ ішінен іріктеп шақырған көрінеді. Сондықтан біздер ортаға міне Мақсат ағамызды және де Әзберген және де Батырхан ағаларымызды арнайы шақырған болатынбыз. Ал ендеше осы кісілерге арнайы біздер ДНК сараптамасын жүргізетін боламыз. Осындағы Раян медицина орталығынан келіп отырған Раушан ханымды шақырамыздар екен. Ал тамаша, қош келдіңіз Раушан ханым. Мінекей өзіңіз көріп отырғандай, біздер қошақан қой болды ма деген мәселеменен арнайы шақыртып отырмыз. Дина Төлепберген, сіз мәселенің мән-жайын толығырақ қанағырақ айтсаңыз, бұл кісілер жайшап отыр ма? Бұл кісілер сол кездегі Калымбай мырзаның үйіндегі қуырдақты жеген кісілер. Мақсат, Әзберген, Батырхан, Нұржан Шүкірбек деп айтып едіңдер ғой, передачаға келемді қадағай. Біздер арнайы осында Калымбай мырзаны қорғау үшін осында құдашы
шақырайықшы. Алмаш ханымды қарсы алыңыздар. Зерттеу барысында менің болашақты қаншама. Ассалаумағалейкум. Кім Азберген? Сәлем. Кім Шүбек? Братан. Ой, мақсат қайным. Братан, Шүбек. Братан, сөйлем. Ол психолог мырза қалайсың? Батырхан! Кім сараптамашы жүрсіз Мен дегеніңіз деп қаншама таппадым. Сіз келмеймін деп қайда келіп қалдыңыз? Мен деп қорғаушы болып, кім сараптама конструкторы қалмай, мен қорғаушы. Кім халайық, қалмай құдама бір шабыл оқыңыздаршы. Енді, кім Шүкірбек братан, кім Макс Қайым, Азберген, Батушин, не қылмай қылмасын, кім Батушин. Азберген жақсы, Азберген жақсы. Енді, Дина Төлепберген, сіз мәселені қандай мақсатта қозғап білмеймін. Енді Қалмай құдам қой алдына алды, кім психолог ханым. Ол дастархан жасады ма, чаққа салды. Кім Макс, Азберген, Шүкірбек, Батуш, сендер бәрін жеттіңдер. Мен өзім жесем болғанда жеген жоқ па қой. Кім Құдаша, айналайын Құдаша, сен өз бір-бірлері дейсің. Келген бойда әкелерді Құдаша. Жегендер жауап берсін, жегендер. Барған да жоқ. Нұржан Шүкірбек, тұра тұрыңыз. Бірінші мына Құдашаны, не айтшы? Құдаша, сен өзіңе бір психолог керек сияқты